559 gram çıkıyor mına bir öz. Бар жоғынан қарап көре тұрған болсаң, бұның ең жақсы жағы экспортқа ыңғайлы. Мынау қалыңдығы өте қалың. Оруларға өте тұруқты, зиянкештерге дағы, оруларға дағы тұруқтылығы менен өздік бағысын төмен өткен ең тоң салым қошып. Магазиндер алғаннан кейін 20 күн, 1 ай сақтайды екен бұл гибридімізді ше, магазинге қойып сата береді. Бұның жанында мына Тантанта деген гибридті бүрен, бұл 481 грамм шығып жатады. Бұл қызыл, қып-қызыл болып дағы, мына айтқанда почоғы дағы өте қалың, оруларға дағы, мынау ыстық күндерге дағы өте тұруқтылығымен айырмаланды. Салмақты, жақсы гибрид бұнда. Үшінші гибридіміз бұл, біз бұл бірінші жылдан баштап іштегенбіз бұл. Ерте пішат, ерте пішқандығы менен, базарды ерте қамсыздағандығы менен өзінің орнын жоғалтпайды. Бұндай. Бирок бұл екеуіне қарағанда бұның салмағы жеңіл, почоғы дағы жұқа бұны. Бұл өзіміздің ішкі базарға, Қазақстан базарларына жақсы теле беріп отыр азыркы үшін. 2020 жылдан баштап біз Топгир деген үренді сынағанбыз, өзіміздің сынау учаскабызда. Топгир деген үренді баштағанда біз буга чейин мына лотто үрөнүнө кеп кыйналып атканбыз. Анткени лоттодо мына чирик оорусу бар. Бул жердеги кальцийни блокировка кылып койгон нерсе жамгыр болгондо же күн ысып кеткенде дак үчүнө чирик түшүп калат. Биз ушуга буну Топгирге, лоттого Топгирди койгонубузда Топгир жакшы өз натыйжасын көрсөткөн. Мына 6-7 жылдан бери азыр мына ички базарда дагы, Казакстандагы, Россиядагы эрте биринчилерде болушу Топгир камдыга тейлейт. Ferrari бул Япониянын гибриди, Сакатанын гибриди, бул дагы ошо кызыл, кып-кызыл болуп пишип жетилет. Лоттого караганда, Топгирге караганда, Магреттага бул бардыгына караганда 70 күндө, 70-75 күндө пишип жетилет. Бул Амаретте деген үрөндү быйыл сыноодан өткөрдүк. Орточо бул ушул Лотто менен Топгирдин линиясында, анткени эрте пишканга бизде сатып алганга ушул мындай ак түстөгү балгарчылар жакшы спрос болуп атат. Жаңы үрөндөрдөн бири мына Титанды быйыл испытание кылып, бул дагы гибрид. Бул Россиянын гибриди. Почогу эң калың экен. Biz bunu şu Magretta'ga salıştırıp atağız.